Достар, армысыздар? Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, өте қызық тақырып. Бүгінгі әңгіме Мұхтасар әл-Кудури кітабының жалғасы. Қазақстандағы әйелдер медресесінің онлайн сабағында ұстаз ханым осы кітапты арабшадан оқып, қазақшаға аударып отыр екен. Ал кітапта не делінген? Қыз бала өз ағасына, яғни әкесінің ағасының баласына тұрмысқа шығуына болады деген жол бар. Бұл кітап Қазақстанда ресми түрде оқытылып жатқан оқу құралы. Дәлел ретінде видеоны осы роликтің соңында көрсетемін. Ал енді біздің жеті жарғы не дейді? Қазақтың төл заңы жеті атаға толмай қыз алыспау. Бұл жай ғана салт емес, бұл қазақтың рухани коды, генетикалық қауіпсіздігінің іргетасы. Қазақ ешқашан туысына үйленбеген, себебі бұл ұрпаққа қауіп. Ал қазіргі Қазақстан Республикасының заңы не дейді екен? Неке және отбасы туралы кодексінің 11-ші бабы ата-ана мен балаға, ата-әже мен немереге, туған және жартылай туған аға қарындастарға үйленуге қатаң тыйым салынады. Яғни, жеті жарғы да, Қазақстан заңы да жақын қандас туыстар арасындағы некені қылмыс деп таниды. Ал енді не болып жатыр? Медреседе отырған ұстаз ағасына шығуға болады деген жолды еш қысылмай, сабақты әрі қарай жалғастыра оқып отыр. Бұл қазаққа да жат, заңға да жат, қоғамға да жат түсінік. Ал енді Нұржан Смағұловқа айтар сөз. Өткен екі видеода Мұхтасар әл-Кудури кітабын жол-жолымен талдап шыққаннан кейін біреулердің өңі бұзылған сияқты. Әсіресе Нұржан имамның. Нұржан мырза арнайы видео түсіріп, жала жабу деп 6 бөлімнен тұратын баяндамасын жариялап жіберді. Енді тыңдаңыз, Нұржан. Егер мен көрсеткен мәтіндер өтірік болса, онда келесі видеолар сіз үшін тіпті рұқсатсыз берілмейтін шындықтың ащы дәрісіне айналуы мүмкін. Және егер кітаптың толық беттерін көрсететін болсақ, расымен имамдарға арналған психологиялық жедел жәрдем керек болып қалар ма екен, білмеймін, көрерміз. ويجوز للابن العام أن يزوج الابنة عمه من نفسه. Bir амнан болған бала өзіне амнан болған қызды үйлендіре алады. Ол кім? Ам дегеніміз кім? Сіздің әкеңіздің ағасы, сол ағасының баласы, сол амның баласы болады. Сол амның баласы өзіне дәл сондай қызды үйлендіре алады. Мысалы, сізге сіздің әкеңіздің ағасының баласы үйлене алады. Яғни екеуіңіз бір-біріңізге махрам болмайсыздар. Нұржан, естеріңізге сақтаңыз. Нағыз текті қазақ қыздары мен қазақ әйелдері ешқашан амның баласына тұрмысқа шықпайды. Бұл біздің болмыс. Бұл біздің заң. Бұл біздің ұлттық ар ұят.